Сәлем балалар, бүгін бізде сабақта әдебиеттік оқу 3-ші сынып 30-ші сабақ. Тақырыбымыз күзгі уақыт. Балалар, каналға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаймыз. Себебі жаңа сабақ сіздерге бірінші болып көрінетін болады. Күзгі уақыт. Қара сөз мәтініндегі көркем ойды айта аласың. Яғни балалар түсініп оқы, мақал-мәтелдерге сүйеніп, күз мезгілінің басты белгілерін ата дейді. Бірінші берілген мақал-мәтелді оқиық. Нөсер алдында найзағай ойнайды. Жемісі көп ағаштың бұтағы төмен. Көктемде түскен бір дән, күзде 1000 дән болады. Енді балалар күз мезгілінің басты белгілерін атайық. Күзде қара суық болады, көбіне жаңбыр жауып, ағаштың жапырақтары түсе бастайды. Яғни барлық егілген жемістеріміз күзде бізге дәнін береді. Екінші тапсырма, мәтінді түсініп оқы. Күз. Міне, күз келді. Анда-санда таңертең салқын болып қояды. Аспанда бұлттар қаптап, сіркіреп, жаңбыр да жауып тұр. Маса, шыбын, құрт-құмырсқа жоқ болып кетті. Құстар жылы жаққа ұша бастады. Қарлығаштар көптен көрінбеді. Аспанда тырналар да тізіліп ұшып барады. Ағаштардың жапырақтары сарғайып түсіп, шөптер де қурап қалған. Егіншілер астығын жинап алыпты. Яғни балалар, авторы Міржақып Дулатов. Ал енді 3-ші тапсырмамыз. Түсініп оқы, мәтіннің авторы туралы әңгімеле. Міржақып Дулатов. Ақын, жазушы. Міржақып Дулатов 1885 жылы Қостанай облысы Жангелдин ауданында туған. Бәрімізге белгілі балалар, оян қазақ деп ұрандап, халықты оқу білімге шақырған. 1935 жылы дүниеден озған. Енді 4-ші тапсырма. Мәтінге сүйеніп, сызбаны толтыр. Күз мезгілі туралы әңгімеле. Күз, күзгі жаңбыр. Яғни күзгі жаңбыр. Күзде жаңбыр сіркіреп жауады. Жәндіктер жоқ болып кетеді. Құстар жылы жаққа ұшып кетеді. Ағаш жапырақтары сарғайып түсе бастайды. Күзгі еңбек. Күзде диқаншылар астық жинауды бастайды. Енді балалар 5-ші тапсырмаға қарайық. Күз тақырыбында өлең құрастыр делінген. Құстар қайтты ән салып, бұлт шарлады аспанды. Қыс келеді жар салып, күзгі суық басталды. Балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.